Ерейін қар өлеңнің кемесіне. Балғынбек Айнұр жақсы сыйлық қылды бүгінгі осы тойдың егесіне. Бізденді сәлем беріп сөз бастайық жиылған жігіттердің төресіне. Қайтейік екі-ақ шатыр тігіліпті жиналған ақындар мен төрешіге. Халыққа да бір шатыр тігіңізші, Талғат аға той болса келесі де. Табанынан тік тұрып айтыс көрген халықтың сүйсіндім ғой өресіне. Төбесінен күн өтіп тұрса дағы төленерін көтерген төбесіне ай. Айтысқа қазақтайгім құмар бопты, домбыра жандосындай сыңар бопты. Еңбекпен тау қопарған азаматтар тас кескен топырағыңды құнарлы етті. Талғат Сақан үй салып әкесіне кішігірім қоныстой қылам депті. Қоныстой керемет боп өту үшін сәл бірдеңе жетіспей тұрау депті. Атанамды ғана емес ата жұртты риза қылсам деген план бопты. Ақыры аламанға ат жаптырып жарысып бесті жүйрік құнан кетті. Айтысқа көптен бері шықпай жүрген ақындарда бұл тойға шығам депті. Балуандарды шығарып боз кілемге жүлдені ең мықтысы жұлар депті. Апама сақинамды берейін деп Айнұрда аттың басын бұрам депті. Талғат балаң болмаса бұрын соңды тас кескеннің төрінде кімәндетті. Ағайынға бермесем ақыретке арқалап кетпеспін деп бұл әулетті. Бар тапқанын таратқан туған жерге жаратқан жарылқасын бұл әулетті ай. Айтыста қарсыластың бәрі ыстық қой. Талайымен шайқасып шабыстық қой. Ассалаумағалейкум бегарысым. Сізбенен осы өнерде таныстық қой. Сізбен айтыспағалы 10 жыл бопты, көп жерге сапарлас боп барыстық қой. Сен Мұхтармен жұп болдың айтыстайын, мен Сырыммен жұп болдым айтыстайын, екеуімен қайта-қайта жарыстық қой. Бірі қортық, ал бірі ашық ауыз, солармен өлгенше алыстық қой. Әйтеуір Талғат Сақан айтыс жасап, тас кескеннің төрінде табыстық қой. Құтылып сен мыртықтан, мен жыртықтан, қысық көздер әйтеуір қауыштық қой ай. Көрсенде қарсыластың не түрлісін, Бегарыс аға бізге өтімдісің. Қаяқымен шықсаң да сахнаға тірлігін қан қақсатып ету қысым. Ендігәрі домбыра тартпайтындай көп ақынды тындырды нөпір күшің. Айтыстың арыстаны деді сізді, жемтігінің етін жеп кекіргішім. Сіз осы жай арыстан емессіз ау, сахнадан талайларды кетіргішім. Ақындардың домбырасын лақтыратын, сен маған флай арыстан секілдісің ай. Бегарыс таусылмайтын термедейсіз, зерексіз сөзді терең зерделейсіз. Таңғалап айтыстағы тұлғаңызға шапқанда ор демейсіз, өр демейсіз. Айтыстың легендасы болсаңыз да кердеңдеп кеуде қағып мен демейсіз. Біреуді жерге тығып, ал біреудің басына саты қойып өрмелейсіз. Әуеніңде ешқашан өзгермейді, өлеңді де жасанды өңдемейсіз. Біз құсап түкіріктеп сілекейлеп домбыраның құлағын жөндемейсіз. Денесі терлемейтін мысық құсап айтысқанда өмір терлемейсіз. Сахнада бір жұтым шай ішпейсіз, сахараның түйесіндей шөлдемейсіз. Арыстан деген атың болғаннан соң айбатын басқалардан кем демейсіз. Түйемене мысықтың қасиеті бар, айтыстың арыстаны едіне дейсіз ай.
Qadırlep qalın jurtum ayqayaqa şaqırğanda Paşır. kerilip kelmeytindey qaqım barma Tas kesken bayağıdan bay өлke qoy tuğan jerin süyötün batırlarga Düyüm jurttun algısı axtarılar Qıyındıqta qoğaday çapırğanda Bul toydun önegesi darыс eken baspaydadan aspaytın paqırlarga Türkistan'ın selemin ala geldim Шығыстағы шырайлы жақындарга Жақындығың көрінсін шайырларың өлеңді сарғымыздай сапырғанда Тас кескен шапалақпен шабыт берші Тілдері тас жаратын ақындарға Аяға Ай Жандарбек жанымдағы мерген шығар Мергендер өздеріңде елден шығар Құтылсақ мен мұхтардан сен сырымнан іреті солай бүгін келген шығар Тілегін Бекарыс пен Жандарбектің тас кескеннің төрінде берген шығар Жыртық үйдің де құдайы бар демей ме қысық көздердің көз жасын көрген шығар Ақындар талай-талай жолдан өтеді Самолетке мінгенді арман етеді Ағаңыз сіздің флай арыстан бет айтыстың аспанынан самғап өтеді Мен бірақ домбыраны лақтырмаймын Бекарыс қайта оны қорғап өтеді Ал бірақ сен секілді кей ақындар Өткен бір тарихыңды талдап өтеді Бас көз жоқ жаныңа кеп соқтыққан соң Жасауға тура келеді соңғы әрекет Амал жоқ самолеттен лақтырамыз Сол кезде домбырасы қолда кетеді айқаяғы Ай Қасыңда отыр едім ағаң құсап Айқара ашып едім саған құшақ Біраз жыл аңдыпсың ау мына мені ағаңа кәдімгідей алаң құсап Неге шай ішпейсің деп сұрап отыр Жүдә бір диетолог маман құсап Мен негізі қантсыз шай ішпеушім айтайын келген кезде орамды сәт Сен нағып ішпейсіңнен бастады ғой мынауың ішіп алған адам құсап Шайға бола сенімен шарпыспаймын Ақылға қонатұғын сал тұстаймын Сақына асқан емес айналайын Осыны саған тағы айқыштаймын Сен секілді шай ішіп отқанда емес айтысып отырғанда кәйіп ұстаймын Сондықтан сахнада шай ішпеймін Өйткені асханада айтыспаймын айғаяға Ай Түске дейін аламан өтті деп ед Жан-жақтан арғымақтар жетті деп ед Бәйгеге бірдеңеден құр қалғандай Жандарбек пен Балғынбек кетті деп ед Аламан түске дейін тәмам болдау Күткенім қуанышты хабар болдау Ой тобай таң қалғаным қарасаңшы мыналардың екпіні жаман болдау Жандарбекті жанына ертіп алып Балғынбек бәйге шапқан заман болдау Бәйгеден нешінші орын ап келдіңдер Соны күтіп мына жұрт алаң болдау Балғынбек екеуіңді көтере алмай Аттардың көрген күні қараң болдау
Қазанаттың арқасын қайыстырған бұл өзі бір қайрымсыз қоғам болды. Бәйгенің рахатын сендер көріп, азабының барлығын солар көрді. Жандарбек мінген атта жетіспейді, Балғынбек мінген атқа обал болды. Айқаяғы ай. Ау төрінде тас кескендей тойлауылдың, маңыратып марқажыр сойған ұлмын. Түске дейін бәйгені жүргізіп кеп, аз-маз ұлттық спортқа пайда қылдым. Ол жерден нешінші орын алдың дейсің, реті енді кеп тұр бәйге алудың. Ақтангер деген атың бар емес пе, бәйгеге келмей өзің қайда жүрдің? Жандарбек пен Айсасың дегеннен соң Құдай біледі уайымда ойда жүрдім. Бекарыс пен Айсасың дегеннен соң мен өзім бәйге көріп тойда жүрдім. Жандарбек жауабыңды берсін кері, ағамыз жақынырақ келсін бері. Бәйгені біз жүргізсек айып бекен, дұрыс қой мұндай тойда терсінгені. Талғат Сақан бәйгеге Балғынбек пен Жандарбек комментатор болсын деді. Жылқының жүйріктерін басқаруға Айыстың жүйріктері келсін деді. Бекарыста жүргізсін деп айтып ек, Талғат Сақан сізді онша менсінбеді. Бекарыс қартайған ғой, қайтесіңдер, Айсына дайындала берсін деді. Бәйгеде ат сүрініп кетпеу үшін пейілі пәк адамдар енсін деді. Адамды самолеттен лақтырмайтын, ниеті түзу ақын келсін деді. Сөзіңе жауап берсек, біз бір ауыз қалжыңмен осы тойды қыздырамыз. Қарашайды қантсыз ішпеушем деп әбігер қылып отырсыз, біздің ағыз. Даусың ащы болғанда тілің тұздай, тәттінің ағылады сіздің ауыз. Тосырқап біз емес, біз топтан шығар, көзінде ақындардың от бар шығар. Шымкенттің кеп тұрған ақыны ғой, астарлап сөйлеуінде гәп бар шығар. Шымкентке барғанда көп көргенмін, көк шайды көп ішеді көкпаршылар. Сен де сол көкпаршының біреу едің, қант деп отқаныңыз көкнар шығар. Көкнарды ел алдында іш алмайсыз, есірткіге заңменен сот бар шығар. Қонақтардың қалауын қайтармайтын, әй бірақ Талғат Сақан атпал шығар. Бекеңе былай шығып беремін деп, көкнарын қанттай қып отқан шығар. Айыстың отырғанда алқасында, шайдайса маған күні артасың ба? Сахнада кай ұстаймын деп қалды ғой, бірдеңе барау деймін қалтасында. Өзіміз терлеп тепшіп айтсамыз, бір кесе қарашайдың арқасында. Дегенмен қонақ деген қойдан жуас, ішу керек шайында, сорпасында. Қайтпаған әкем жаудан, шешем шайдан дейтұғын қазағымның халқосында. Елден әуле емессің, сондықтан да ерніңді тигізіп қой ортасында. Кесеге сауысқандай саққарайсыз, бір гілдипан жатқандай жалпосында. Шайдан неге шошисыз, соншалықты аузың дейіп азабын тартасың ба? Өзіңіз таршылатқан ақындардың көз жасы бар шығар деп қорқасың ба? Ақынсың әлеуметті жырмен байтқан, сахнада көргенмен білгенді айтқан. Ақындарды шетінен лақтырам деп, мына бекең астарлап кімдерді айтқан. Арыстан деген сайын жұрт менсінбей, хабарсыз болып отырсыз мүлдем жайттан.
Sen arыстан болсаң мен жолбарыспын, дұрыс қой осы жерден бірден қайтқан. Жастарда жолбарыстай қайрат бар деп қазақтың Мағжан деген перзент айтқан. Арыстан аң патшасы болған менен тигр ес тигр деп президент айтқан. Құрық салған жуасы асауына, ұқсаушен қар өлеңнің қасабына, бұрынаға айсқа көп шықпаушен ілеспе Ермановтың жасағына. Төбемде емес өремді көрсетем деп, дақ түсірмей жүрушең еш арыңа. Соңғы кезде айыстан бір қалмайсыз, не себеп мұнша өзгеріс жасауыңа. Бір айда 10 айысқа қатысасыз, қарамай жақсысына нашарына. Жаспенде баламенде атсасыз, қарамай мықтысына осалына. Не болды бірдеңеден құрғалардай астан қалу емес қой аса күнә. Айтпақшы аманаттық депутат қой ілескен елдің Ерлан Қошанына. Бекарыс Тұржордыңнан айтшыған депутат болып бітірдің не шаруа. Депутат болмай тұрып айыс түгіл, уақыт жоқ еді отбасың ошағыңа. Қартайғанда қаңғитын болыпсыз ғой, депутат боп қолыңыз босады май. Қолымда домбырамдай қосатарым, білмеймін бүгін оны неше атамын. Депутаттық міндетім мойнымда тұр, жасау керек тірлікті жасатамын. Айтысып қаймаңайға барарымда, інім ау бар ет сонша неше атағың. Халқым қалап шақырса ауылына байлап қойған қолды да босатамын. Бұл тойы Таскескеннің жақсақ болды, беделі кәдімгідей асқақ болды. Асқақтығың осы ғой, ақындарды аман жолдай депутат бастап келді. Одан қалса әйгілі сыр елінен Мұхтар Нияз депутат қоштап келді. 3 депутат жүрекен осы айтыста, жамандықты бәрі де жасқап келді. Елмен бірге болу шаруамыз шашетекпен болған менен, сіздермен бірге болу мақсат болды. Таскескеннен әулие емес қойды, үшеуі де жұмысын тастап келді. Ай қаяғы, ай ай. Мұхтарды отырмысың ол қадам деп, сырымды осал олпы солпадам деп, Абай атаң кезінде айтып еді, өнерпаз болсаң егер арқалан деп. Арқалан деген сайын мына жерде құтырып барасың ғой ортадан кеп. Шай ішпеген адамды көкнәрші деп, нан жемеген адамды наркоман деп. Көкнәргі емес тойдырған көңіліне айтарем бұлау, ойлаймын елдің бәрі мәрт адам деп. Дәм түзі Таскескеннің құнар лекен, жатырымыз қымыз ішіп қартадан кеп. Бүгін кеп бірдеңенде ішпек түгіл, кешеге ішкен асым тарқаған жоқ. Ай қаяғы, ай ай. Көп екен бәйгі көрсе шулайтындар, қаны қызып шетінен тулайтындар. Сондай кезде бар мекен тынышқана жандар, бек не айтат деп тыңдайтындар. Бәйгеге жүргізуші неге керек? Ағайындар алын айтсаңдар шындайтындар.
өзü şapkan atlardı жүрgüzdüm dep, oslar koy еңбегin buldaytınдар. Bitip turgan nerseni bitirdim dep, bitip turgan nerseni bitirdim dep. Bitip turgan nerseni bitirdim dep, күні burun еңбегin buldaytınдар. Şanға көміп көйлегің шалбарыңда, бәйгенің жүріпбедің шаң жағында. Ақыры ат артып келгенден соң күрескеде қатыса салмадың ба? Жоқ әлде түйе палуан тумапты ма? Балғынбек екеуіңнің салмағыңда. Концертті де жүргізіп одан кейін бұйырған гонорарын алмадың ба? Айтыстанда ат шапан киіп қайтсаң, мыс-мыс ақша болады. Қарманыңда жабылу салтанатын жасап берсең, содан соң не қалады ар жағында? Бұл тойды өзің ашып, өзің жабу, әлде сенің өмірлік арманың ба? Әкеңде ақын әртіс бақсы болып, әкеңде ақын әртіс бақсы болды, дамыл таппай жүруші анда-мұнда. Жүрген жерін сыпырып сипап кету, негізі бар екен ғой қандарыңда. Біздер қайта сыпайы боп қалдық қой, мынадай жытқырлардың. Біздер қайта сыпайы боп қалдық қой, мынадай жытқырлардың жандарында. Тас кескенді барынша пайдаланған, тас тесер ақын отыр алдарыңда. Айқай-ақай. Ал Бекарыс айтыстағы бас кесер ғой. Жандарбек Оныстайдың маски шоу ғой. Жүрген жерін сыпырып жалмайды деп жұрт отыр айтқаныңа әстесенбей. Распыз семьямызбен бес аспаппыз, жан-жақты болу деген жақсы өнер ғой. Ақшаны көп табатын тас тесер деп шымкенттіктер айтпасын вообще сендей. Мұны отырған халықтың бәрі пысық, еңбекпен көш бастайтын қас көсем ғой. Таулардың тасын жарып су ағызған, тас кескеннің барлығы тас тесер ғой. Жандарбек шай ішші деп қол қалайды, Бекарыс ішпеймін деп шалқалайды. Кешегі ішкен тамағым тарқаған жоқ дегеніңді Жандарбек балталайды. Су ішпей сухой тамақ тұра берсең, конечно жегенің тарқамайды. Дәлелдеп жүрген сөзін іспен елге, Бекарыс бай екенсіз күш беделге. Әйтеуір бір жұтым шай ішпей кеттің, көнбейтін бір беткейсің күштегенге. Ағайын ақындарға қол соғыңдар, жүретін ай істейтін күштенерге. Елден шығын шықпасын деп шай ішпейді, жан ашып отырады кішкен елге. Әкімдер жеме десең жеп қояды, ал ақындар ішпейді, іштегенде ай. О, тас кескен тойдың шоғын үрлей берсін. Үрлеу үшін мұндай той ылғи болсын. Ауылдан нар тұлғалар көптеп шығып, ауылыңның атағы дүрдей болсын. Қыздарыңның ажары айдай болсын, ұлдарыңның қызығы күндей болсын. 5 уақыт намаз оқып, әр тұрғының 1 уақыт Құран жаттап дінді үйренсін. Тас кескен Талдықорған, Түркістан бар, тыдан басталатындар гүлдей берсін. Бүйірі әбден толып бұл ауылдың бюджеті Астанамен бірдей болсын. Біз енді орнымыздан қозғалайық, ақындар жыл орнынан жылжи берсін. Бақырайған ақындар бастай берсін, сығырайған ақындар сырғи берсін. Ай!